Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің талдайтын тақырыбымыз қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік заттардың кері әсерлері. Қабынуға қарсы стероидты дәрілік емес заттарға не жатады? Бірінші, ол біз білетіндей парацетамол, ибупрофен, ацетилсалицил қышқылы деген секілді дәрілер. Бірақ нақты қазір классификациясын тоқталмаймыз. Оны сіздер толықпен фармакология сабағынан өтетін боласыздар. Ал біз жалпы оның механизмін бірінші тоқталамыз, кейін кері әсерлеріне тоқталамыз. Механизмі осылай жүреді. Негізі сызба нұсқасы бойынша бірінші жалпы бізде қабыну деп тұр. Сол себепті біз осындай дәрілік заттарды қабыну кезінде береміз. Әртүрлі қабыну. Қабыну болған кезде бізде қабыну медиаторлары бөлінеді. Нәтижесінде бізде қабынуды шақырады негізі. Енді қабынуда жүретін негізгі механизм қандай? Бұл бірінші бізде фосфолипидтер бұзылады. Кейін фосфолипидтер бізде арахидон қышқылдарына айналады. Арахидон қышқылы бізде лок және цок деген екі затты бөледі. Лок деп отқанымыз бізде липооксигеназа, ал цок деп отқанымыз циклооксигеназа. Циклооксигеназаның өзіндік екі түрі бар, цок 1 және цок 2. Цок 1 негізі бізде физиологиялық түрі, яғни ол адам ағзасында бар, ал цок 2 бізде патологиялық түрі, яғни тек қана белгілі бір зақымдалу салдарынан пайда болатын медиатор болып табылады. Енді цок 1-ден бөлінетін бұл бізде тромбоксан А2 және де простагландин бөлінеді, ал цок 2-ден бізде простациклин бөлінеді. Осылардың үшеуі барлығы бізде қабынуды, ауруды және де ісінуге алып келеді. Ал липооксигеназа бізде ликотриендерді бөледі. Ликотриендер арқылы бізде қабыну және де аллергиялық реакцияларды шақырады. Енді біз қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік заттарды беретін болсақ, ол бізде осы цок 1 мен цок 2-ні жауып тастайды. Нәтижесінде бізде қабыну медиаторлары бөлінбейді. Қабыну медиаторлары бөлінбегендіктен бізде қабыну да болмайды, ісіну де болмайды және де ауырсыну да болмайды. Яғни осылайша біз қабынуды емдеп жазамыз. Былай қарасақ, бәрі жақсы секілді, бірақ бұл заттарды өте көп қолданғаннан өзіндік кері әсерлері болуы мүмкін. Сол себепті біз қазір негізгі 3 кері әсерлерін айтатын боламыз. Біріншісі бұл бізде асқазанға тигізетін кері әсері. Бұл сызбанысқадан шошымаңыздар. Қазір ең бірінші біз асқазанның негізгі жасушаларын біліп алуымыз керек. Негізі біз білетіндей асқазанның жасушалары бізде дәл жалпы бейнесін еске түсіріп алыңыздар, кейін түсінікті болады. Негізі жаңағы бізде асқазанның беті ғой, мынау бізде оның жаңағы эпителий жасушалары, бұдан бізде шырыш бөлінеді. Негізгі шырыш, слиз дейді ғой, орысша. Және де париетальды жасушалар бар. Негізгі осы жасушаларды есте сақтап алайық, қазір ол бізге керек болады. Міне, мынау бізде париетальды жасуша, ал мынау бізде жаңағы беткейлік эпителийлік жасушалар. Енді негізі париетальды жасушада бізде H калилі атеофаза болады. Немесе протонная помпа деп атайды, немесе протонды помпа дейік. Бұл помпада бізде не кіреді? Бізде калий шығып, H кіреді. H протоны кіреді. Нәтижесінде мынау бізде не деп ойлайық? Мынау асқазанның қуысы, негізгі қуысы. Осы қуысқа H кіргендіктен, бұл жерден бізде хлор кіргендіктен екеуі бір-бірімен қосылады да, сәйкесінше бізде H хлор бөлінеді. Ал H хлор бізде тұз қышқылы. Тұз қышқылы бөлінгендіктен ол бізде жалпы тағамды қорытуға, тағамды ыдыратуға көмектесіп отырады. Енді H хлор бізде қышқыл болғандықтан біздегі асқазандағы негізгі pH-тың мөлшері бізде 2 және де 3-ті құрайды, негізгі міне. Бірақ біз ойланып көрейік, егер де бізде H хлор толығымен жаңағы мынау париетальды жасушаларға тиіп өтетін болса, онда бізде баяғыдан не болатын еді? Әртүрлі асқазан аурулары, мысалы язва деген секілді, немесе 12 елшек аурулары секілді әртүрлі аурулар болатын еді. Бірақ бізде асқазанымыз өте ерекше механизм бар, бұл оның қорғаныш қасиеті бар. Міне, ол осындай қорғаныш қасиетінен тұрады. Бұл қорғаныш қасиеті қалайша құрылады? Бұл бізде эпителийлік жасушалардан
жаңа айтқандай бізде шырыш бөлінеді, мукус деп отқанымыз, және де гидрокарбонат бөлінеді. Екеуінің бөлінуінің нәтижесінде бізде осындай бір қорғаныштық қабат түзеді. Осы қорғаныштық қабаттың ішіндегі pH мөлшері бізде 7 болады, яғни норма. Осылайша біз әртүрлі язва секілді аурулардан аулақ боламыз, егер де өзіміз құртып алмаған жағдайда. Енді біз айттық, эпителий жасуша бізде шырышпен нені бөледі, гидрокарбонатты бөледі. Ал париетальды жасуша бізде H-ты бөледі. Әрі қарата бізде хлормен қосылып H хлор түседі. Енді париетальды жасушалар мен эпителийлік жасушаларда бізде EP3 деп отқанымыз, бұл бізде простагландиндік рецепторлар болады. Яғни жаңағы мынау бізде НПВС, яғни немесе қабынуға қарсы стероид емес дәрілік заттар. Қабынуға қарсы стероидты дәрілік емес заттар, егер де жалпы осы рецепторлар EP3 деп отқанымыз бізде шырыштың бөлінуіне атсалысады, және де H-тың бөлінуін кішкене болса азайтады. Себебі H хлорды асқазанда аз болу үшін, ал керісінше шырыш пен гидрокарбонаттың мөлшерін көбейтеді. Нәтижесінде бізде қорғаныш қабаты мықты болады. Бұл оған атсалысады. Егер де қарап көріңіздер, осыған бізде простагландиндер әсер етеді. Егер де бізде простагландиндер әсер етпесе, бұл жүрмейді. Нәтижесінде енді қараңыздар, біз егер де қабынуға қарсы стероид дәрілік емес заттарды беретін болсақ, мысалы парацетамолды шамадан тыс көп артық немесе күнделікті қолданатын болсақ, бізде бұл ары қарата бізде нені жауып тастайды, простагландиндерді жауып тастайды, яғни механизм іске түсіретін болсақ, міне бізде осыларды жауып тастайды, циклооксигеназаны жауып тастайды. Циклооксигеназаны жауып тастайтын болғандықтан бізде простагландин бөлінбейді. Простагландин бөлінбегендіктен ол бізде неге әсер етпейді? Осы рецепторларға әсер етпейді. Рецепторларға әсер етпегендіктен бізде шырыш та аз бөлінеді, гидрокарбонат та аз бөлінеді, ал керісінше H хлор, H-тың бөлінуі көп болады да, оның хлормен қосылуы тез болады. Нәтижесінде бізде H хлор асқазан қуысында кеңейеді. Нәтижесінде бұл қорғаныштық қабатымыз бұзыла бастайды. Және де әртүрлі язва, 12-шек аурулары, гастрит секілді әртүрлі асқазан ауруларына алып келеді. Бұл оның бірінші кері әсері. Енді екінші кері әсеріне тоқталайық. Бұл бізде тромбоцитопенияға алып келу әсері. Негізінен бізде тромбоциттер негізгі құрылысы осындай. Өзінің құрамында тромбоциттердің беткейінде бізде гликопротеин болады. Гликопротеин 2B және де 3A формада болады. Енді осы гликопротеиндерге дәрілік зат, яғни мысалы белгілі бір дәрілік зат әсер еткенде, мысалы парацетамол деп алайық, парацетамол келеді де, бұл гликопротеинмен қосылады. Қосылған кезде, әрине бұл зат организм үшін бөгде зат, яғни оны иммундық жүйеміз танымайды. Иммундық жүйеміз танымағандықтан ол оны бөтен текті зат деп, оны комплексті антигенді эпитоп деп атайды, бұны жоюға қатысады. Яғни ол тек қана гликопротеиндерді жоймайды, ол бүкіл тромбоцитті жоюға қатысады. Нәтижесінде тромбоциттеріміз жойыла бастайды, тромбоцитопенияға алып келеді, яғни тромбоциттердің аздығына алып келеді. Оның тағы бір қасиеті бар, бізде дәрілік зат немесе осындай бір қолыққа барады. Ол алатта осы гликопротеиндермен қосылғанда, гликопротеин сопақша түрі ғой, бірақ гликопротеиндермен дәрілік зат қосылғанда оның формасын өзгертіп жібереді. Мысалы, егер де ол сопақша болып, дәрілік зат әсер еткенде ол тік төртбұрышқа айналып келуі мүмкін. Және де өзі дәрілік зат шығып кетеді. Нәтижесінде бұл да организм үшін бөгде зат. Сол себепті организм оны, иммундық жүйе оны қайтадан жоюға қатысады. Осылайша бізде тромбоциттердің аздығына алып келеді. Тромбоциттердің аздығы бізде тромбоцитопения деп аталады. Бұл екінші кері әсері. Енді үшінші кері әсеріне тоқталайық, бұл гепатотоксикалық әсері. Негізі бізде гепатотоксикалық деп отқанымыз, яғни бауырға кері әсерін тигізеді деген сөз. Қалайша әсерін тигізеді? Қазір көрсетемін суреттен. Міне. Мына бізде міне бауыр, бауырға бізде осындай бір парацетамол, немесе ацетаминофен деп атайды, немесе АПАП, яғни бұл ағылшынша атауы. Парацетамол әсер етеді. Парацетамол бізде бауырға кіреді. Бауырға кіргенде ол негізінен бізде цитохром 450 деген фермент арқылы бізде токсикалық затқа айналады. Бауыр үшін токсикалық, мүлдем токсикалық зат болып табылады. Бұның аты бізде N-ацетил
N-ацетил П бензохинонимин деп аталады. Енді осы зат бізде бауыр үшін өте бір токсикалық болып табылады. Оның көптеп шоғырлануы бізде неге алып келеді? Гепатоциттердің некроздарына алып келеді, яғни гепатоциттердің өліміне алып келеді. Бірақ бізде бауыр ерекше мүше болғандықтан ол осы затты өзі не істей алады? Өзі залалсыздандыра алады. Не арқылы? Глутатион трансферазы ферменті көмегімен ол бізде меркаптопурин қышқылдарына айналады. Қандай ферменті көмегімен? Глутатион трансферазы көмегімен меркаптопуринге айналады. Яғни нон-токсик деп отқанымыз, яғни бізде бауыр үшін мүлдем токсикалық емес зат. Ал балаларда негізінен бізде парацетамол бірден бізде сульфаттану арқылы глюкуронидке айналады, немесе сульфаттық метаболитке айналады да, осылайша ары қаратай бүйрекпен бірге шығып кетеді. Бұл балалардағы механизм, ал ересек адамдардағы механизм осындай болады. Енді парацетамолдардың, яғни шамадан тыс артық қолдануы, немесе 375 мг килограммға болатын болса, бұл ағзамыз үшін, яғни организм үшін өте зиянды доза. Яғни токсикалық доза болып табылады. Осы токсикалық доза ары қаратай бізде осындай бір N-ацетил П бензохинониминнің шоғырлануына алып келеді, нәтижесінде бұл гепатоциттердің өліміне алып келеді. Сол үшін бізде негізгі қандай бірінші көмек береді, бұл АЦЦ деген дәрі, яғни ацетилцистеин деген дәрі береді. Бірақ оральды емес, инъекционды түрде береді. Міндетті түрде инъекционды түрде береді. Инъекционды түрде бергендіктен бізде меркаптопуриннің құрамында бізде цистеин болады. Енді ацетилцистеин деп отырғандықтан ол бізде жағы цистеиннің орнын толтырады да, осылайша бізде жағы осындай токсикалық затты залалсыздандыруға қатысады екен. Негізгі жалпы қабынуға қарсы стероид емес дәрілік заттардың кері әсерлері осындай.